Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода бауырсақтың ең дәмді рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ әрі нәзік болып келетін бұл бауырсақтардың дәмі тіл үйреді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Бауырсақтың қамыры тез көтерілу үшін әрі жұмсақ болу үшін алдымен ашытқы дайындаған дұрыс. Ол үшін құрғақ ашытқы, қант, ұн және жылы сүтті араластырып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минут өткен соң ашытқымыз дәл осындай болып көтеріледі. Дәл осындай үлпілдек болып көтерілу үшін міндетті түрде жылы сүтті пайдаланған дұрыс. Ал енді қамырды дайындауға кірісеміз. Құрғақ және таза ыдысқа ұнды електен өткізіп, үстіне тұз, 2 жұмыртқа және 50 грамм майонез қосып, сондай-ақ апарамызды, яғни ашытқымызды қосып, қамырды илейміз. Егер де бауырсақтың қамыры дәл осы видеодағыдай қолыңызға жабысатын болса, 1 ас қасық ұн қосуға болады. Қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін сұйық май қосамыз. Сұйық май қамырға жұмсақтық береді. Қамыр дайын болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Қамыр тез көтерілу үшін жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң қамыр дәл осындай болып көтерілді, ал енді бауырсақты дайындауға кірісеміз. Тақтайдың бетіне кішкене сұйық май құйып жағамыз және де қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бауырсақтың пішіні дөңгелек болып шығу үшін қамырды бірнеше бөлікке бөлгеннен кейін әрқайсысын дәл осылай созамыз. Содан соң бауырсақтың пішініне сәйкес тураймыз. Содан соң әрбір бөлікті дәл осылай алақанның көмегімен домалатып шығамыз. Осылайша бауырсақтарды дөңгелек етіп дайындап аламыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Бауырсақты қазанда қуырғанда үздіксіз араластырып тұрған дұрыс. Сондай-ақ бауырсақтың іші де сырты да толық пісу үшін майды бір қыздырып алғаннан кейін оттың астын баяулатып қойып қуырған дұрыс. Қымбатты достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік тілеймін.